Сәлеметсіздер ме? Ата-ана мен бала бақша ынтымағы тәрбиелердің алтын көпірі. Осы орайда отбасымен біресе отырып, балаларға ортақ тәрбие беру, үлкендерді сыйлау, өмір құндылықтарын бойына сіңдіру мақсатында Нобель 5-ші ақбота бөбекжай бала бақшасында әжелердің мектебі, әкелердің мектебі және аналардың мектебі сөз түрде жұмыс істейді. Мирас, балам, қарашы, бұл ер-тоқым қазақ ерлерінің атқа мінгенде қолданатын арнайы орындығы. Атын не үшін тек мұны? Бұл ма, балам, бұл себебі ер-тоқым, ер адамдар атқа мінгенде мықты отыру үшін ер адамның батырлығын көрсетеді. Сол үшін керек бұл ер-тоқым. Бұл не үшін жасалады? Бұл балам көбісіне ағаштан жасалады. Сосын былғары міне көріп тұрғаныңдай қапталып, қазақтың ою өрнегін салған. Неге маңызды? Бұл балам себебі ер-тоқым біздің дәстүріміздің бір бөлігі. Мына ер-тоқымды атқа қалай салынатынын көрсетемін, міне қара. Мінекей. Хоп, бісміллә. Міне атқа осылай, ер-тоқым осылай салынған. Мына жерде төс тартпа деген болады, мына жерде шап тартпа деген болады. Мына ер аттың үстінде мықты қатты болып тұру үшін тартып тастайды. Түсіндің бе, балам? Ол үлкен жігіт бол. Ал біздің атам қазақта бұрыннан ежелге жаңағы ұршық үйретін болғанбыз, қызым. Міне осы қойдың жүнін қырқып алып, жаңағы кептіріп, жуып, үйретін болғанбыз. Сол ерген нәрселерден осындай қолбақ тоқимыз, мынандай міне носкилер тоқимыз балдар. Алаша, жемпір тоқып, соны жаңағы тұрмыста қолданғанбыз. Енді мына ұршық үйру деген нәрсе, ол деген шыдамдылықпен жаңа сабырды қажет ететін іс. Бұрынғы кезде қыз келіншектер ертерек осындай жаңағы үйреніп, осын кейінге тұрмыс құрғанда қолданатын болған. Әже, бүгін шелпек пісіріп жаттыңыз ба? Құлыншағым, бүгін жұма. Жетінен пісіріп, көршілерге таратып, аруақтарға Құран оқытамыз. Неге одан пісіре салмайсыз? 7 саны ол киелі сан. 7 ата, 7 шелпек біздің ұрпақтарымыздың дәстүрлі тағамдары. Неге жұма күні пісіріп салсыз? Өйткені жұма күні мұсылмандардың ең киелі, қасиетті күні. Мен де көмектесейінші, әже. Ол бұтам тәртіпті, иманды ұрпақтарың өсе берсін жаным. Қыздарым, қараңдаршы, мынаның барлығы біздің қазақ халқының дәстүрлі әшекей бұйымдары. Бұл әшекейлердің әр қайсының өзіндік мәні бар. Бұл не манашым? Бұл күмістен жасалған алқа. Не көрдің бе? Бұл күмістен жасалған алқа. Ол қыздарды сәнді, әдемі қылып ажарын ашып қана қоймайды, сонымен қатар қыздардың отбасының абыройын да білдірген. Ашы. Бұл сырға құлақтың сәні және де жүректің тазалығы мен тәрбиенің белгісі. Бұл сырғаны кезінде әжелеріміз де таққан. Қызым, білезік әйелдің берекесі және ол күш қуатты да білдірген. Әр әшекейді қазақ халқы, әсіресе күміс әшекейлерді емдік қасиеті бар деп және бәле-жәледен сақтайды деп қолданған. Қыздарым, бұл ұлттық бұйымдар біздің қазақтың тарихы мен мәдениетінің белгісі. Сондықтан ұлттық әшекейлерімізді қадірлейік, қыздарым.